Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен физикалық география бөлімі литосфераны бастаймыз. Бүгін өтетін тақырып Қазақстан аумағы дамуының геологиялық тарихы. Жалпы геологиялық тарихы Қазақстанның алуан түрлі. Жер бетін магмалық, шөгінді, метаморфты тау жыныстарынан тұратынын білеміз. Енді біз соны Қазақстан бойынша жалпы талдап есімізге түсіріп алайық. Бұл тақырып бізге таныс, бірақ Қазақстан территориясы бойынша еске түсірейік. Сонымен тау жыныстарын біз үлкен 3 топқа бөлдік. Біріншісі ол магмалық тау жынысы, екінші шөгінді тау жынысы, үшінші метаморфты тау жынысы. Енді осы тау жыныстарын жіктейік. Жалпы магмалық тау жыныстарын біз қалыптасу жағдайына байланысты екіге бөлген болатынбыз. Олар біріншісі интрузивті, екіншісі эффузивті. Екі магмалық тау жынысының айырмашылығы неде? Яғни магманың жер қыртысына еніп, терең қабатында жоғарғы қысым мен температураның әсерінен сол жерде баяу қататын болса, ол интрузивті жыныс. Және интрузивті жынысқа біз гранит пен габроны жатқызуға болады. Мысал болады. Ал эффузивті жыныс керісінше жаңағы магманың жер бетіне шығып жылдам қататын болса, оны эффузивті магмалық тау жынысы деп айтамыз. Ал оған біз мысалы ретінде базальтты және туфты жатқызуға болады. Бұл магмалық тау жыныстары. Келесі шөгінді тау жыныстары. Бұлар да өз кезегінде 3-ке бөлінеді екен. Бірінші ол органикалық, бірден мысал келтіріп кетейік, балалар. Органикалыққа біз әктасты мысал келтіре аламыз. Бор, көмір, яғни органикалық жолмен пайда болған. Яғни сулы ортада ежелгі өсімдіктер мен тірі организмдердің қалдықтарынан пайда болған шөгінді жынысты органикалық шөгінді жыныстар деп атаймыз. Екіншісі кесекті тау жыныстары. Кесекті тау жыныстарына мысал келтірейік. Саз мысалы, құмдақ мысал болады. Мысалдарды жаттап аламыз. Ал кесекті шөгінділер дегеніміз не? Әртүрлі тау жыныстарының бұзылуы мен жинақталуынан пайда болатын шөгінділерді кесекті шөгінділер деп атаймыз. Үшінші шөгінді жыныс ол химиялық. Бірден мысал келтіріп кетейік. Тас тұзын мысал айтсақ болады, гипсті мысал келтірсек болады. Су ерітінділерімен әртүрлі минералды кристалдардың бөлінуімен су түбінде, су қойма түбінде шөгуінен пайда болған химиялық шөгінді жыныстар бұлар. Үшінші метаморфты тау жыныстар. Метаморфты тау жыныстар дегеніміз не? Олар жоғарғы температура мен қысымның әсерінен магмалық және шөгінді жыныстарының өзгерген түрі. Яғни бұл метаморфоза деген өзгеру деген сөзді білдіреді. Мысал келтіретін болсақ, гнейс, мәрмәр, әктас шөгінді жыныс мәрмәрға ауысқанын білеміз. Немесе кристалды тақтатас. Бұларды метаморфты тау жыныстары деп айтуға болады. Міне, яғни жалпы Қазақстан территориясын осындай тау жыныстары алып жатыр екен. Ал енді жалпы геологиялық тарихына тоқталатын болсақ, геохронологиялық кесте деген ұғымды айтқан болатынбыз. Ол кестенің ерекшелігі төменнен жоғары қарай оқылады. Ол эралар дәуірлерге бөлінетінін алдыңғы сыныптарда айтқан болатынбыз. Ал геохронологиялық кесте дегеніміз геологиялық жыл санаудың шкаласы деп айтуға болады. Сол геохронологиялық кесте бойынша Қазақстан территориясында қандай шөгінділер бар екен, және олар қай жерде кездеседі? Міне осыны айтып өтейік. Сонымен
Геохронологиялық кестені тағы еске салып өтейін. Ол ең ұзақ эра бөлімі ол эон. Эон эраларға бөлінеді. Біз сіздермен архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой 5 эра бар екенін, ол эралар өз кезегінде дәуірлерге бөлінетін және сол дәуірлерде тау жасалу, яғни қатпарлану болғанын білеміз. Сонымен бастайық. Бірінші архей және протерозой эрасында, немесе біз ол эраларды Кембрийге дейінгі деп қарастырамыз. Ал Кембрийге дейінгі тау жыныстары Қазақстанда Мұғалжар тауында, Торғай ойпаңында, Көкшетау, Ұлытау, Шыңғыстау және Балқаш маңында, сондай-ақ солтүстік Тянь-Шаньның ежелгі платформалық түзілім ретінде кездеседі екен. Ары қарай біз сіздермен келесі ера палеозой ерасына өтеміз. Палеозой ерасы, естеріңізге салайын тағда, 6 дәуірден тұрады. Жалпы палеозой кезеңі жаңағы Қазақстанның көп бөлігі теңіздік болғанын білеміз, яғни су басып жатқанын. Ал енді бірінші ерасы оның Кембрий. Кембрий шөгінділерін біз әсіресе орталық Қазақстан Сарыарқада Ерейментау, Шыңғыстау, Бетпақ далаларда кездестіруге болады. Сарыарқаның орталығы мен шығысында оны кездестіруге болады екен, Кембрий шөгінділерін. Келесі, Кембрий кезінде көптеген жерді аралдар алып жатты. Ол аралдар жаңағы батыста Шығыс Европа, Каспий, үстірт бөлігін алып жатқан құрлықтың кішігірім бөлігі. Яғни сол кезде Кембрийда Қазақстанның батыс бөлігінің аз бөлігі құрлыққа айнала бастады деген сөз. Келесі дәуір Ордовик. Бұл жерде магмалық әрекеттер күшейіп, интрузивті тау жыныстары көп болған екен, интрузивті тау жыныстары. Келесі осы Ордовик дәуірінен бастап, бұл жерде Каледон тау түзілісі басталды Қазақстан жерінде деп айтсақ болады. Яғни қарқынды жүрді. Тянь-Шань тауының солтүстік жотасы және орталық Қазақстанның солтүстігі мен батысы, немесе Сарыарқа тауының солтүстік және батыс бөлігі көтерілді деп айтсақ болады. Келесі эра ол Силур. Силур шөгінділерінде кремнийлі және сазды тақтатастар, кремнийлі құмтас, бұл батыс Қазақстан мен Мұғалжарда кездесті. Одан кейінгі дәуір Девон. Бұл жерде құрғақшылық көп болды және орта Девонда жанартаудың атқылаулары көп байқалған екен. Келесі тас көмір дәуірі. Тас көмір дәуірінде көмір қабаттары өте көп болды. Ал Пермде жаңағы Каспий маңы ойпатында Пермнің қалың тұзды қабаттары байқалды. Ал тас көмір және Перм дәуірінде Герцен қатпарлығы жүрді Қазақстан жерінде. Яғни бағанағы біз айтып атқан Тянь-Шаньның солтүстігі, немесе Сарыарқаның солтүстік және батысынан басқа таулар Герцен қатпарлығында көтерілген екен. Оны алдыңғы сабақтарда біз тағы қарастыратын боламыз. Келесі эра палеозойдан кейін мезозой ерасы келді. Мезозой ерасында 3 дәуірден тұратын білеміз. Бұл жерде Триас және бірақта бор кезіндегі шөгінділерді, яғни бор кезіндегі магмалық шөгінділер әрекеті байқалмаған екен. Кайнозой ерасы, яғни соңғы ера, ол палеоген, неоген және антропоген, немесе төрттік дәуірден тұрады. Палеоген дәуірінде теңіздер кең тараған ең соңғы кезең деп айтуға болады. Құрлық Орал үстірті, Мұғалжар, Сарыарқа және оңтүстік шығыс бөлікте таулы аймақтарда байқалған екен. Басқа аймақтарда жаңа су басқан болды. Неоген кезінде қазіргі Қара және Каспий теңіздерінің бұрынғы Сармат трансгрессиясы болды және Тянь-Шань тауларының қарқынды көтерілуі басталды. Яғни бұл кезде біз Альпі қатпарлығы жүрді. Яғни таулар, мезозой кезінде көтерілмеген таулар қайтадан қатпарлы, жақпарлы таулар болып қайта көтерілді деп айтсақ болады. Яғни міне Қазақстанның жерінде бүкіл дәуірдің, ерадағы дәуірлердің шөгінділерін кездестіруге болады екен. Жалпы
геологиялық карта дегеніміз не? Геологиялық карта балар түрлі түсті, әртүрлі түспен әдемі берілген карта. Ол кеңістік пен уақытқа саяхат жасайтын карта деп айтсақ болады. Әрбір эраның жынысы сол эраның индексімен беріледі. Қайшы, мысалы, жаңа Перм шөгіндісі, Кембрий шөгіндісі екенін картадан индекс арқылы тауып алуға болады. Тек қана тау жынысының пайда болу уақыты, жасы дегеннің барлығы шартты белгілер арқылы берілетін карта. Яғни геологиялық картаны Қазақстанның оқи отырып, біз оның даму тарихын біле аламыз екен. Қазақстанда барлық кезеңнің шөгінділері кездеседі деп айтсақ артық айтпаймыз. Алдағы уақытта біз сіздермен қатпарлықтар туралы тағы да толықтырамыз. Жалпы бүгінгі геологиялық тарихы туралы алатын ақпараттарыңыз осы. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.